Сәлем достар, біздер бүгін тағы да тауға шыққалы жатырмыз. Бүгін енді шопыр баламыз келіп машинамызбен шығамыз бұйырса. Бүгінгі бағындыратын шыңымыз теңіз деңгейінен 76 метр Хэддо деп аталады. Сол Хэддо шыңында кездескенше. Машинамен бұл жерге бару үшін 7 минут уақыт алады екен. Біздер мына нүктеге барамыз. Хэддо деп аталады. Біздерде қыздардың бүгін 3-ші тоқсаны аяқталып, бүгіннен бастап каникул басталды. Бұл мына жақтағы басқамен тұспа-тұс келіп тұр. Бір жұмалық каникул. Бұйырса келесі жұма сейсенбісінен сабақ басталады және балабақшамыз басталады. Сол енді каникул күндерін пайдаланып кетіп бара жатырмыз тау шыңына. Машинамен жүргеннің бір рахаты, тез келесің, тез жетесің. Жүр жаным. Сен қайда? Көзілдірген. Алтымда. Жүр. Мынандай сол жаңағы тауға алып баратын жол. Жүр. Я осылай жүреміз. Тіке. Карта керек шығар. Сен айтпақшы, неңді түсіп кеттік те? Телефоныңды. Мына жағы үйлер кешегідей. Мына жағы үйлер. Мына жағы тоғай. Бүгін күн шығып тұрғанымен аздап салқындық бар. Жақтың ауасы тап-таза, күшті, машина жүрмейтін болғасын. Қыздар үйреніп алған, алға қарай шауып кетеді. Томи! Мен жерге бару керек сияқты бұлай. Бірақ папаны күтейік. Папамызды күтейік, қызым. Траққа барып қоюға кетті. Папамыз да келіп қалды. Ау. Былай шығу керек. Мына жермен. Сені күтіп тұрмыз. Ал кеттік. Мына жерде аздап жолымызда балшық кездесті. Адамдар жүріп жол солып саған. Осы жолмен шығамыз.
Қыздардың ойыны. Zeynep korkma. Zeynep bir tur. Heddo деген жерге жеттік. Енді фотоға түсейік. Сен тұр. Тастың үстіне фотоға түсірейін сені. Бір, екі, үш. Қала мен ар жақтағы таулар мен теңіз көрініп тұр. Мына жақта қала. Мына келген жерімізден 3 күндік дәстүр бойынша бір нәрсе алып кету керек. Томи мен енді осы жолы жапырақ аламыз деп шешіп тұрмыз, е, қызым? Ана жапырақтардан ала ғой. Біреуін алуыңа болады, екеуін аласың ба? Үлкендеуінен бір. Жоқ, олай емес. Ана түбінен ал. Қайсы көрсете ғой. Осы жапырақ бізге Heddo'дан естелік. Ойлап таппайтындары жоқ. Ағашқа керіп қойған жіпке әткеншек сияқты. Мынандай хоп жасап жатыр. Теуіп әткеншегін. Кішкентай блогеріміз. Шопыр бала. Шопыр бала. Мына жерде әдейі мынандай тастармен қоршап қойған. Осы биік шыңды, енді биік болғанда жаңағы теңіз деңгейінен 76 метр деп беріп тұр ғой. Осы жерді айналдыра осындай тастармен қоршап қойған. Түрлі үлкен тастар тұр ағаштардың арасында. Қызық. Енді қарағаштар қайың ағашына да ұқсайды, қарағашқа да ұқсайды. Не болса да, кейбірлері кеуіп қалған, кейбірлері құлап қалған, сондай. Бұл деңгейдің қаншалықты жерден биік екендігін мына үйлердің деңгейінен қарауға болады. Қарап тұрсаңыздар, үйлер қаншалықты төменде орналасқан.
теңіз деңгейінен 76 метр биіктікте орналасқан Хеддо шыңын 3-ші рет бағындырдық. Бүгін 3-ші күніміз. Енді келесі біз күнде шығамыз деген уәде бермейміз, бірақ дегенмен осы бір жұмалық демалысты пайдаланып балдармен осы табиғатқа шығуға негізі жақсы себеп. Күн бүгін күн шығып тұрғанына қарамастан аздап салқындық бар, 13 градусты көрсетіп тұр. Келесі тау шыңында кездескенше. Жолшыбай айтқанша түсіре берейін айдарынан неше түрлі үйлер, ескі үйлер бұрынғы дизайнмен салынған. Мына қызыл үйлерді бұрындары негізі енді аңыз болар, мүмкін рас болар. Сен сиыр сояды ғой, соның қанымен бояған деп айтады осы Норвегияда. Себебі үйлердің сырттары бәрі ағаш қой. Енді ол ағашты кезінде түрлі сырларды сыр алу қиын болған шығар. Табу қазіргі дейін дүкенде толып тұрған сыр жоқ қой. Мынандай үйлер. Сондықтан иә, 6 сондықтан сондай қолда бар малды сойғандағы қанымен сырлаған деп айтады. Ана жерде біздер опера атты көріп тұрсаңыздар, шолу шеңбері, соны жинап тастап жатыр. Жартылай қазір жоқ. Негізі наурыз айына аяғына дейін болады деген, мен қазір сәуірдің ортасы. Ортасында ғана жинап жатыр. Басқа қалаға барады. Шолудан келуге. Қызықты үйлер. Скандинавияның үйлерінің негізі дизайндары әртүрлі. Маған сонысымен ұнайды. Бір үйге ұқсамайды. Әрқайсының өзіндік бір орысша айтқанда изюминкасы бар. Ерекшелігі бар. Мысалы мына үйлер. Жақта үйлер. Мына үйлер. Түрлі бір-біріне ұқсамайды.